Bilesiz İslam'da el-hasenatu bi aşri emsaliha деген ұстаным бар, қағида бар. Bir savapты істесең, 10 есе қылып береді екен Алла. Енді ақыретте бере ма, дүниеде бере ма, Алланың қалауы, өзі біледі. Дүниеде берем десе де, Алла Тағала береді. Ақыретте беретіні, енді ақыретке иман келтіргенбіз. Дүниеде алмасақ, ақыретте міндетті түрде аламыз. Соған қатысты ғұламаларымыз осы Рамазан айынан кейінгі 6 күнгі оразаны осымен есептеп береді бізге. Мен сама Рамадана, сумма атба'a ситтан мин шаввал, кана касиямид дахр. Кім-кім ораза айын ұстап болып, шаввал айынан 6 күн ұстайтын болса, шаввал айынан 6 күн жалғастыратын болса, 1 жыл ұстағандай оразаны сауап беріледі дейді. Енді соны жаңағы математикаға салатын болсақ, 1-ге 10 дегенде. Bir ayımızda 10 есе 10 ай. 6 күніміз 60 күн ғой, 2 ай ғой. Сонымен 1 жыл болады дейді. Жаңағы қағидаға салсаң, сөйтіп 1 жыл ораза ұстағандай сауап. Бұл енді сауабы. 1 жыл ораза ұстадым, демек болды, мойнынан түсті. Енді 12 оразаны өткізіп жүре берсем болады деген сөз емес. Міндет мойнынан түсетін бір бөлік, сауап берілетін ол екінші нәрсе. Кейде болады, намаз оқыдың, патырлатып, намаздан ешқандай сауап болмайсың. Бірақ мойныңдағы парызды орындадың. Неге орындамадың деп сұралмайсың қияметтің күні. Бірақ сауабы жоқ. Енді біреу 1 есе сауабын алса, біреу 27 есе алады. Жамаатқа барып оқығандықтан. Жамааттың ішінде де біреу 25 алуы мүмкін. 25-28 хадистер келеді ғой. 27 деп. Сол үшін ол ары қарай уже адамның ниетіне, пейіліне, намазға деген құлшынысына соғанда байланысты. Оразаны қатар ұстау 6 күн жаңағы, міндетті емес. Мысалы, ертең 24 күні айтты оқыдыңыз, ертеңгісінен бастап ұстап кете берсеңіз де болады. Ораза айты 1 күн, 3 күн емес, құрбан айты 3 күн. Ертеңнен ұстап кетсеңіз болады. Бірақ енді баратын жерлеріңіз, қонақ, анау-мынау болатын болса, кейіннен ұстасаңыз да болады. Бірақ көбісі дереу ұстап кетеді, себебі асқазаны үйреніп тұр, дереу ұстап алайық дейді. Сосын бізде жұма күні ораза ұстамаған абзал. Себебі жұма мереке, қуаныш, бәрі қуанып жатқан кезде сен ораза ұстап, біреу қонаққа шақырып қалуы мүмкін, жұма ғой жүр кеттік деп. Бірақ енді мынау 6 күнді қатарынан ұстап баратсаңыз бола береді. Арнайы жұма күні ораза ұстаған мәкрух біздің дінімізде. Арнайы жұма күнге, яғни жұрттың бәрі қуанып жатқан кезде сен ораза деген шамалы қиыншылық қой енді. Оңай нәрсе емес, нәпсін тиясың. Мына қараңыз, оразадан кейін Аллах Тағала бір күн не қойды бізге? Айт қойды. Айт дегеніміз мереке, қуаныш. Айт күні ораза ұстасаңыз күнәһар боласыз. Ораза ұстауға тыйым салады Құдай Тағала. Неге? 30 күн бойы қиналдың, болды жетеді. Bir gün қуаныш. Заслуживайсыз. Қуан. Жоқ, мен бүгін де құлшылық еттім. Жоқ. Рұқсат жоқ құлшылық. Енді ғұламаларымыз айтады. Өмірің егер, өмірің осы ораза секілді өтетін болса, қайтыс бола салысымен саған айт болады дейді. Оразада не істейсіз? Адал болған астан тыйылып жатсың, сауабынан айырылып қалмайын деп көзің тиясың. Жаман нәрсе көрмейсің, жаман нәрсе естімейсің, жаманға бармайсың, сөйлемейсің. Оразан бұзып болмайыншы, әйтеуір сауабынан айырылып қалмайыншы деп. Өмірің егер сөйтіп өтетін болса, жаманға бармай, жаман нәрсе істемей, барынша өзің. Оразаның қазақша араб тіліндегі мағынасы тыйылу деген сөз. Имсак. Өмірде тыйылып өттің, көптеген нәпсің қалап тұр. Ананта жассың, тепсең темір жейін деп тұрсың, ешкімге есеп бермейсің, дүние өзің қалағаныңды істеуге болады. Бірақ сені тоқтатып тұр. Иман, қорқыныш, Құдайдан Алланың алдына барам ғой, жауап берем ғой деп. Сол нәрсе тоқтатты сені. Өмірден өттің, өте салысымен саған айт болады деген. Ол кезде айтасың: "Ей Алла, сені көрмей саған ораза ұстадым, сені көрмей сәжде еттім. Рұқсат етші, бір рет көріп тұрып саған сәжде етейін." Жоқ, болды. Сәжде қалды Алматыда, болды. Мен саған айт, қуаныш, мереке. Мына айтта қалай саған қиналуға тыйым салып жатса, ақыретте де Аллах Тағала қиыншылыққа тыйым салады деген, яғни тозақ жоқ саған. Енді саған тек мереке, айт дейді. Нәсіп болса, үзбей дереу ұстап кетіңіздер 6 күнді. Дереу ұстап кетіңіздер. Көбісі, кейбір кісілер дүйсенбі, бейсенбіге қойып алады. Әрі сүннет күндері, әрі деп 8 дүйсенбі бар ғой деп, 8 дүйсенбі, бейсенбі.
8 gün koy dep soğan koyat. Kebirleri katar tutup kete beredi. Yerik özlerinizde.